Бүгін мотоциклетный моторы майы именно Матюль 7110V40 тұтқырлығында бар ма деп бізде бір Тамыржан менен сұрады. Мен бағасын айттым, қандай техника десем, сол біздің таралған мопедтердің бірін айтты да, М8. Потом мен сразу айттым. Маған енді бұл кәсіп ретінде, егерде ол затты сату керек болса, маған не проблема да, ол ала бер деп жүре салатын едім. Доставкамен жүре аласыз ба? Сосын бірақ мен айттым сразу, сол біздің Тамыржанчикке айттым, мопедке ондай қатты переплата істеудің қажеті жоқ дедім. И қазір мен осы видеода примерно сізге осы түсіндіріп айтып беремін. Мен бәрін жазып шықтым. Осы біздің мопедтер жайлы, моторлардың спецификацияларын. И ол майдың 1 литрі даже машинаның майларында қымбат. Қазіргі Матюль 7100-дің Каспиде ең демпинговать ететін, төмен баға қоятын платформаның өзінде 11 000 теңге почти тұрады. 1 литр 11 000 теңге. Кейбір автовладельцтер өздерінің BMW, Мерседестеріне, қымбат машиналарына даже где-то 8-9 000 теңге литр болса, уже ақшаларын аяйды. И мен сразу оған айттым, Тамыр дедім, бұл май саған слишком қымбат болып кетеді, и переплата дедім. В принципе, басқа брендтер бар, оларға енді слишком реклама болмасын, но именно мысалы уже 10 000, 11 000 тұратын майлар слишком қымбат. Қазір мен айта кетем, түсіндіріп. Так, егерде біз мопедтердің нақты бізде таралған түрлерін алсақ, М8, Танк, Макси, Бумер, Самурай, сондай қозғалтқыштармен, олар көбі Honda GY6 150 деген мотордың 1970 жылдан 1990 жылға шыққан Жапониядан, солардың көшірмелері. Қытайлар соларды копировать етті, и примерно 1995 жылдардан бастап 2000 жылға дейін олар примерно копия жасап бастады соларды. Солармен бірінші сотрудничество болды, содан кейін соны дамытып 157 QMJ, ол 150 кубтық моторлар, 152 QMI, ол 125 куб моторлар. 152 QMI көбінесе M8 соларда жүреді, а 157 QMJ көбінесе Samurai соларда. Енді бұларды көшірмелерін жасап, Қытайда 2000 жылдан бастап, где-то 2005, одан кейіндегі шығарып жатыр. Именно 2000 жылдардан кетіп, массовый производство шығарылып бастады сол копиялардың. Мен бұл жерде айтарым, что бұл моторлардың өздерінің жасалатын технологиялары, движоктағы ішіндегі әртүрлі поршендардың, клапан, әртүрлі өзінің зазорлары именно осы технологияда жасалған. И қазір бұны именно мотор майлардың спецификациясын өзінің характеристикаларында айтсам и түсіндіріп айтып берем. Мопедке мотор майлардың 3 түрін принципе құюға болады. Өздерінің мопедтің майы бар, Жасо MB деген, ол жайлы мен жеке видео түсіргем. Если что, маған жазсаңдар осы комментарийде, мен именно осы мопедтің майлары жайлы айтқан видеом бар. Ол жақта канистрада Жасо MB деп жазылып тұрады. Мотоциклетный майларда канистрада Жасо MA деп жазылып тұрады, және де Жасо MA2 деп. Ал автомобильдің өздерін білесіздер, ASEA деген европейский стандарт бар, C3, C4, B4, одан кейін C3, B4 деген өздерінің комбинацияларымен көп. ILSAC деген бар, энергосберегающий өзінің бір қасиеттерімен. И олардың бәрінде API деген стандарт бар. Ол именно майлардың жылына сай бұрында, мысалы 1930 жылы SA деген болған API, 1940 жылы SB. И осы API деген стандарт, бұл осы майларды бәрін біріктіреді, и примерно соған қарап сәл түсінуге болады. Негізі мотор майлардың тақырыбы өте ұзақ, бұны бір видеомен мен түсіндіре алмаймын, но кішкене былай енді мелком былай өзінің бір қырынан көрсетіп жіберсем, мопедке сіз мопедтің майын қоя аласыз, мотоциклдің майын қоя аласыз. Ал машинаның майын қойған кезде бұл жерде өзінің подбору болу керек та.
оның тұтқырлығы 10В40 болу керек, например, машинаның майын құям десеңіз. Мотоциклдің майлары мен мопедтің майлары көбінесе өзіңіз байқасаңыз, олар 10В40 тұтқырлықта жүреді. Единственное, мотоциклдерде, мысалы BMW литровый S1000 RR дегендерде, оларда өздерінде BMW Long Life 530 деген бір майлары бар. Ол современный мотоциклдерге 2020-25 сол жылдары шыққан. Негізі мотоциклдерде, мопедте 2020-сына дейін, в принципе, примерно оларда көбінде тұтқырлық 10В40. Поэтому егер де сіз мопедке машинаның майын құйып жатсаңыз, ол 10В40 болу керек. Содан кейін энергосберегающий ол илсак деген болмау керек, потому что ол жақта 530, 020 деген тұтқырлықтар жүреді. Бұл көне технологиямен жасалған моторларға нежелательно. Поэтому 10В40 автомобильный майды іздейсіз. ASEA C3, B4 примерно сондай. Автомайлардың осы тақырыбын мен келесі екінші менің парақшам бар, тек мотор майларына байланысты, чтобы мен бірінші парақшамды араластырмау үшін сол май тақырыбымен. Кейбіреулеріне май тақырыптар мысалы қызық емес. Именно кім өзінің мопед, мотоцикл жайлы келешекте бір қымбат мотоцикл аламын десеңіз, майлардың сенімді брендтер жайлы, характеристикалар жайлы білем десеңіз, мына жақта мен екінші өзімнің парақшамды қалдырып кетем, Tugis VLVD02 деген. Сол жақта мен автомобиль майларын қандайларын мопедке құюға болады деген видео жасаймын. Мысалы сіз айтасыз, мысалы VLVD, веловод дейді, есімім Тельман, мысалы VLVD там неге біз сразу автомобильді қоя бермейміз десеңіз, бағана айтқан өзінің характеристикаларына подбор жасау керек. И қандай плюс, мысалы, почему біз мопедпен мотоциклдің майын мопедке қоя бермейік па десеңіз, көбі біледі, что автомобильный майлар примерно 500 теңгеге, 1000 теңгеге даже литрі кейде арзан болады. Бұл арзандау, бірақ бұның рецептін подбирать ету керек. Дұрыс подбор рецепта болса, онда сіз ақшаңызды сәл андай үнемдейсіз, можно чуть-чуть нормально сэкономить, и ол ақшаны тағы да басқа өзіңіз бір шаруаларыңызға жұмсасаңыз болады. Поэтому автомобильный майларды сәл енді в сторону уберем. Бұларды мен айтқан себебім осы именно API стандарты жайлы. Осы именно API деген стандарт автомобильдерде бар, мотоциклдің майларында бар, и мопедтің майларында бар. Өзіңіз байқасаңыз, любой машинаның бочкасын көріңіз, мотор майының канистраларын API деген көресіз. Енді API бағана мен бастадым, SA, SB, SC деген өзінің жылдары бар. Осылай кетіп бара жатады. Осы қалай мұнай, мотор майларының осы өзінің кезеңдері болды, өзінің этаптарымен сол жақсарту, улучшениялармен қалай кетіп бара жатты. Олар осылай жазып бастады. Там осындай стандарт өзінің присадкалары где-то күшейді, өзінің бір төзілімділігі, осылай SD, SE, SF солай бла-бла-бла кетіп бара жатты. Енді бізге қайсысы керек? Примерно біздің осы мопедтердің технологиялары 1970-1990 жылғы, даже міне 2000 жылғы қытайлар бұл моторларды сәл еще доработка жасады, там металлдардың өзінің бір переработка нелерін сәл дамытты да. И в принципе осы 2000 жылдардың технологияны алсақ, онда бізге міне 2001-ден 2004 и либо міне SJ 1996-2001, либо уже SL-ден басталатын API стандартпен жүретін майлар уже нормальный. 10В40. Бұл стандартқа уже мануал кіреді, мысалы Wolf мото кіреді. Сосын SH, то есть SM деген стандарт кетті. SN 2010-2020. SN Yakko MVX 500-де мысалы жүреді. Потом сізде былай сұрақ туындауы мүмкін. Егер де мысалы Yakko'да SN болса, ал біздегі таралған мопедтер танымал, олар көбі мысалы осы жылдардың технологияларымен болса, бұл зиян емес па? Жоқ. Егер де мысалы просто біздерде моторларда мануал жоқ та, Хауджида мысалы мануал бар. Хауджида примерно осы SJ-дан бастап и SN-ға дейін сондай жазылып тұр өзінің диапазоны. Примерно қателеспесем сондай. Ал 157 KMJ, 152 осы 157 моторларда мануал точный жоқ. И скажем, олардың мануалы өздері негізі олар SL деп жазу керек еді, либо SJ. Егер де API-дің стандарты одан төмен болса, мысалы мануалда жазады, обязательно SJ құй деп.
осыдан бастап. Оған мысалы SG или SF дегенді құюға болмайды. Ал егер де мысалы SJ деп жазылып тұр и SL-ді құйсаң ештеңке болмайды, потому что бұл уже мынадан жақсы деген сөз ғой. И то же самое мысалы SN құйылса біздің мопедтерге М8 самурайларға, ол мысалы SL SM-нен SL-ға кедер етпейді. То есть бұны да құюға болады, потому что бұл технология осы жылдары и былай кеткен да. Ал мысалы қазіргі жаңадан шығып жатқан скутерлер бар ғой, 3 миллион, 4 миллион тұратын 2020-дан осы бері келе жатқан жаңа япошкалар или мотоциклдер, егер де олардың мануалында SP деп жазылып тұрса, либо SN деп мануалда жазылып тұрса, оған SM или SL уже құюға болмайды. То есть артқа жүруге болмайды, алдына жүруге болады. Поэтому мысалы маған балдар келеді, М8 самурай танк осы 157-152 мотормен айтады, брат, мен Якко құйғым келеді дейді, или Матюль құйғым келеді дейді. Мен білем, потому что бұл алдына кетеді да, бұларға кедергі келтірмейді. Мен айтам, жарайды брат, құя бер деймін. Егер де прям қатты құйғысы келіп жатса, мен қатты енді былай уговаривать етпеймін да, зачем брат, он не, ну жарайды деймін да. А так, конечно же, егер де мысалы сізде осы 157-152 мотор болса, ол жаққа в принципе SL стандартта майларды құя берсеңіз болады. Бірақ SL-дің автомобильдің мысалы іздегенімен бұнда қарау керек жеге. Именно автомобильді асықпаңдар. Мен парақшама тіркелсеңдер, оны өзіміз, мен қазір оны әлі қазып жатырмын, зерттеп жатырмын да, мен асыққым келмейді. Мото майлар мен мопед майлардың бір плюсы, оларда осындай HT, HS вязкость деген болады. Осыны өзіңіз чат GPT-ға кіріп жазсаңыз болады. Что такое HT, HS вязкость? И правда ли, что в мотоциклетных маслах и в мопед маслах HT, HS зачастую чаще, чем в автомобильных деп. То есть HT, HS деген өзінің параметрі бар, жоғары температурадағы төзілімділігі. Автомобильный майлардың HT-тестері әртүрлі, мысалы 2D5, 2D9, 3D5 дегендер бар автомайларда. Мото майларда көбінесе 3D3, 3D5 солай жүреді да, и мото майлар именно осы HT, HS-пен жасалады. То есть сіз рисковать етпейсіз. Ал автомайларды дұрыс подбор жасамасаңыз, даже 10V40 жасадыңыз, ASEA C3, B4 алдыңыз. Бірақ HT, HS уже 3D3-тен төмен болса, мотоға, мопедке бұл зиян болады. Тем более мотоға авто не советую, мопедке. Поэтому авто сондай да сәл күмән болады. Ал именно мотоциклетный майларда и мопедтің майларында HCHS жоғары болады. Поэтому мотоциклетный майларды мопедке құюға болады. Мопедтің майларын JASO MB дегенді мотоциклге құюға болмайды. Ол жайлы менде жеке видео бар. Сіздердің бастан қатырмау үшін жеке, біз именно осы 157-152 мотор жайлы қазір талқылап жатырмыз. Осыларға, осы мопедтерге мопедтің де майын құюға болады и мотоциклдің майын құюға болады. JASO EMA деген стандарт 98 жылға шыққан, EMA 2 2006. Разница жоқ, EMA 2 болса да мопедке құя беруге болады. Сосын 10V40 деген ол бізден диапазон кинематической вязкости. Бұны не үшін жаздым? Мысалы, полусинтетика мен синтетиканы алсақ, біз былай кейде ойлаймыз, что синтетика ол андай сұйықтау болады деп, бірақ ол ең алғашқы былай құйылып жатқан кезде сұйықтау, бірақ моторында температура уже жиналған кезде примерно 100 градус даже одан жоғары, ол жақта кинематическая вязкость деген жүреді. То есть полусинтетика және де синтетика моторда обороттар уже мықты істеп жатқан кезде олардың тұтқырлығы бір болады. То есть, мысалы, сіз даже синтетиканы мопедке құйсаңыз, ол моторыңызға зиян болмайды, себебі оның показателі 40, и ол все равно осы 12,5, 16,3 мм в квадрате секунду, то есть сантистокс деп есептеледі. 12,5, 16,3 сантистокста болады. Именно осы давленияға қарай осы моторларды проектировать етеді мопедтерде, мотоциклдерде көбінде. Именно осы тұтқырлыққа стандартный. Одан да қойылау, в принципе, құюға болады ыстық кезде, в основном стандарт 40. 10V 50, сосын қалған нелер стандарттар жайлы мен, то есть тұтқырлықтар жайлы мен сосын айтам.
И мен бұл жерде айтып жатқаным, что синтетиканы құйсаңыз мопедіңізге, ол зиян емес. Потому что синтетика, что полусинтетика 10В40 болса, ол именно осы диапазонда 12/5, 16/3 сантистокста болады, и зиян болмайды. Просто переплата болады да. То же самое, сіз мысалы обычный суды ішесіз, и боржоми бар, иә? В принципе, боржомиді да күнде ішуге болады, но обычный суды күнде ішуге болады, а боржоми сіз переплата жасайсыз. Здесь то же самое, мопедке переплата болады. Егер де сізде мысалы 600 куб, там литр бір мотоцикл болса, оның мануалында SN или SP деп тұрса, әрине сіз Yakko MVX 500, MVX 1000, Matula 7500 ликвимоли қоясыз. Ал мопедтерге, в принципе, осы SL API қоя берсеңіз болады.